Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғылыми кітапханасы 1934 жылы университетпен бір уақытта құрылды. 2012 жылы кітапхана шығыс стилінің элементтерімен үйлесім тапқан жаңа технологиялық коммуникациялық шешімдермен жабдықталған. Жалпы ауданы 17.856,6 шаршы метр құрайтын заманауи жаңа ғимаратқа көшті. Әл-Фараби кітапханасы университеттің ақпараттық білім беру және мәдени орталығы ретінде сапалы білім беруге, жоғары білікті мамандар даярлауға белсенді ықпал етіп келеді. Кітапхана университеттің білім беру бағдарламаларына сәйкес жинақталған кітап қоры мен заманауи ақпараттық электрондық ресурстарды ұсынады. Бірінші қабатта орналасқан бөлімдер: музей, 10 ғасырдың екінші жартысындағы ең ірі философ, энциклопедист Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірімен және қызметіне арналған әл-Фараби мұражай кітапхананың бірінші қабатында орналасқан. Сонымен қоса мұражайда Қазақстандағы тұңғыш Фараби танушы ғалым Ақжан Машановқа арналған бұрышы 2020 жылы жарық көрді. Әл-Фараби орталығы. Әл-Фараби орталығы 1993 жылы 1 қаңтарда Әл-Фараби және қазақ халқының рухани мәдениеті атты республикалық ғылыми зерттеу және оқу әдістемелік орталығы негізінде құрылды. Осылайша орталық 25 жылдан астам уақыт бойы ғылыми қызметті жүзеге асырып келеді. Кітапханалық абонемент оқырманға кітапхана қорындағы әдебиеттерді уақытша бір семестрдан 1 жылға дейінгі мерзімге пайдалануға алуға мүмкіндік береді. Қорды жинақтау және сервистік қолдау басқармасы. Кітапхананың бұл бөлімі кітап қорының құрылымы мен көлемін пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктеріне сәйкес қалыптастыру мен жаңадан келіп түскен басылымдарды толық техникалық өңдеуден өткізумен айналысады. Екінші қабатта орналасқан бөлімдер мен залдар. Классикалық оқу залы. Кітапхананың екінші қабатында орналасқан ауданы 1850 шаршы метрді құрайтын 800 орындық классикалық оқу залы. Мұнда абонементте берілмейтін, яғни данасы жалғыз немесе аз оқу, ғылыми және көркем әдебиеттер орналасқан. Олар зал ішінде ашық қолжетімділікте білім салалары бойынша қойылған. Ұлы даланың 7 қыры экспозициясы. Бұл ұлы даланың ежелгі заманнан қазіргі уақытқа дейінгі тарихын көрсететін Қазақ елі университеттік тарихи көркем кешенінің құрамдас бөлігі болып табылатын ұлы даланың 7 қыры тарихи көркем композициясы. Мұнда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұлы даланың 7 қыры мақаласында атап өткен көшпенділердің әлемдік өркениетке қосқан үлесін көрсететін тарихи жәдігерлер қойылған. Алтынмен апталған ат әбзелі, аң стилінде безендірілген зергерлік әшекейлер, темір ұшты жебелер және басқа да экспонаттар ұсынылған. Үшінші қабатта орналасқан бөлімдер мен залдар. Алаш мұраты экспозициясы. 20 ғасырдың басындағы қазақ халқының тәуелсіздік жолындағы ұлт азаттық күресінің негізгі кезеңдерін бейнелейтін Алаш мұраты экспозициясы Алаш картинасынан, Алаш қозғалысының белсенді мүшесі болған тұлғалардың мүсіндерінен Алаштың сөзін сөйледік, тұтқындалған Алаш тағы басқа бірнеше стендтерден тұрады. Абай залы. Кітапхананың 3 қабатында орналасқан бұл зал қазақтың ұлы ақыны, ойшылы, ағартушысы, қоғам қайраткері Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығына арналған. Абай залында Абайдың өмір жолын бейнелейтін картиналар, шәкірттерінің портреттері, ақынның шығармаларынан алынған дәйек сөздер ұсынылған. Заманауи жабдықталған, сыйымдылығы 80 адамды құрайтын бұл залда дөңгелек үстелдер, семинарлар, тренингтер және басқа да іс-шаралар өткізіліп тұрады. Тұңғыш президент залы. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған бұл залда ел тәуелсіздігінің қалыптасуы мен нығаю тарихы бойынша тұңғыш президенттің еңбектері, еңбек жолы және қоғамдық саяси қызметі туралы замандастарының кітаптары, отбасы, мектеп және студенттік жылдары туралы фотосуреттер, мұрағат құжаттарының көшірмелері бар. Зал интерактивті LED панельмен, электрондық флипчартпен, мультимедиялық трибунамен жабдықталған. Сирек кітаптар мен қолжазбалар қоры. Бұл залда ғылымның түрлі салалары бойынша 14-21 ғасырлар арасындағы ғылыми, тарихи, мәдени және көркемдік тұрғыдан құнды сирек кездесетін кітаптар мен қолжазбалар жинақталған. Бұл қорда 14357 дана құжат бар. Қорды тек арнайы өтініш хат жазу арқылы ғана пайдалануға болады. Әлем елдерінің кітап бұрышы. Мақсаты шетел әдебиеті қорын толықтыру және танымал ету.
оқырман аудиториясын өкілдері университетте оқитын немесе Қазақ ұлттық университетімен ынтымақтастық құрған әртүрлі халықтар мен елдердің тарихымен және әдебиетімен таныстыру. Қазіргі уақытта Ауғанстанның, Қытайдың, Жапонияның, Кореяның, Катар Республикасының және тағы да басқа елдердің бұрыштары ұсынылған. Электрондық кітапхана залы. Зал бірнеше аймаққа бөлінген. Мультимедиалық, интернет, графикалық бағдарламалар, электрондық ресурстар жеке ноутбуктар мен жұмыс істеу аймақтарына бөлінген 200-ден астам орын бар. Цифрландыру орталығы. Орталық дәстүрлі ақпараттық ресурстарды қағаз тасымалдағыштардан цифрлық форматқа көшірумен университеттің электрондық кітапханасын құрумен айналысады. Коворкинг залдар. Студенттердің өзіндік және топтық жұмысына арналған 30 және 60 адамдық залдар. Мұнда өтінімдер бойынша дөңгелек үстелдер, семинарлар, тренингтер және тағы да басқа іс-шаралар өткізіледі. 4-ші қабатта орналасқан бөлімдер мен залдар. Мәңгілік ел триптихі. Өткен ұлы тарихта 19-20 ғасырлар және қазіргі заман тарихын суреттейтін біртұтас тұжырымдамамен біріктірілген Мәңгілік ел триптихі. Триптихтің әр бөлігі халқымыздың тарихи мәдени мұрасы мен тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына үлес қосқан белгілі тарихи және қазіргі заманға қайраткерлер бейнеленген. Нөмірі 1 конференц-зал. Жоғары деңгейдегі және сыйымдылығы 60 адамға дейінгі іс-шараларды өткізуге арналған заманауи техникалық жарақтандырылған зал. Нөмірі 2 конференц-зал. Жоғары деңгейдегі және сыйымдылығы 80 адамға дейінгі іс-шараларды өткізуге арналған заманауи техникалық жарақтандырылған зал. Нөмірі 3 конференц-зал. Заманауи техникамен жабдықталған 320 орындық ең үлкен конференц-зал. Мұнда ірі халықаралық, республикалық, қалалық деңгейдегі іс-шаралар, конференциялар өткізіледі. Мемлекет және қоғам қайраткерлерімен кездесулер де осында ұйымдастырылады. Сонымен қатар оқырмандардың қолайлы уақыт өткізуіне қызмет көрсететін мынадай кітапхана бөлімдері мен инфрақұрылымдар бар. Әкімшілік, ақпараттық қызмет басқармасы, қордағы жинақтау және сервистік қолдау басқармасы, даму және коммуникация орталығы, цифрлау орталығы, абонемент қызметі, ақпараттық библиографиялық қызмет, кітап сақтау қоры, коворкинг залдары, қонақ қабылдау бөлмесі, гардероб пен кафетерий.